Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын опипайдың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге қажет болады сары майымыз бен шоколадымыз, ұнымыз, электен өткізілген какаомыз, разрыхлителіміз, 150 грамм қантымыз, 4 дана жұмыртқамыз қажет болады. Осы 4 дана жұмыртқамыздың үстіне 150 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен аппақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Мінекей, менде аппақ көбігіміз дайын болды. Осының үстіне сары майға водяной баняда еріген сары майымыз бен шоколадымызды құйып алатын боламыз. Мұны да миксерлеп алатын боламыз. Тап-таза ыдысымызға осы массамызды құйып, дайындаған массамызды құйып, және де ұнымызды 2 бөлікке бөліп араластырып алатын боламыз. Арасында түйіршік қалмау керек, жақсылап араластырып аласыздар. Мінекей, екінші бөлігінде салып алдым. Мінекей достар, менде өте керемет қоймалжы масса дайын болды. Осы массамызды бір шетке алып қоямыз. Ендігі кезекте менде пергамент қағазымды осындай тарелканың көмегімен ручкамен сызып алдым. Осылай жасасаңыздар, қыздар, оңай болады. Ешқандай да қалыптың қажеті жоқ. Осылай қолмен жасап алдым. Менде 4 дана коржы шықты. 4 данаға арнап осылай сызып алдым. Ендігі кезекте осындай торт жасайтын насадканың көмегімен пакетіміздің басын қырқып кигізіп қамырларымызды құйдым. Осы құйған қамырларымызды жаңағы сызған, ручкамен сызған пергамент қағазымыздың бетіне сызып шығатын боламыз. Келесі бетіне аударып. Домалақ болып шеңбер сызып аламыз. Мінекей. Барлығында дәл осылай сурет видеодағыдай жасап алатын боласыздар. Мінекей достар, менде 4 коржы барлығында осылай жасап, ортасына қасықпен салып, жағын-жағына тигізіп шықтым. Мінекей қыздар, менің корждарым пісті, өте керемет жұп-жұмсақ корждар болды. Келесі кезекте менде кремін дайындаймыз. 35% сливки, және де творожный сыр, және де сахарный пудра 100 грамм, 50 граммнан 100 грамм сахарный пудра. Ендігі кезекте бізде творожный сырымызды осылай бөліктерге бөліп, үстінен сахарный пудрамыз сеуіп алатын боламыз. Яғни қант ұнтағын. Екеуін де салып алдық. Енді миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осының үстінен жаңағы сливкимізді құятын боламыз. Екіге бөліп салып аламыз мұны да. Мінекей, миксеріміздің көмегімен миксерлеп аламыз тағы да. Арасында ешқандай түйіршік қалмайтын әдемі крем жасап аламыз. Мінекей, екінші бөлігінде салып алдым. Тағы да миксерлейсіздер. Мінекей қыздар, менің өте керемет өзінің формасын ұстап тұратын креміміз дайын болды. Мінекей, осы кремдерімізді жаңағыдай пакетімізге салып, салафанымызға арнайы торт кремін құятын салафандар ғой, құйып аласыздар. Осылай тортымыздың бетіне шарикер жасап шығамыз. Достар, мен ең алғашқы рет жасап тұрмын. Менің ең алғашқы опипай тортым. Мен осылай әзірге осылай істедім. Алдағы уақытта менде өте керемет болып шығады деген сенімдемін. Мінекей, дәл осылай жасап, 3 қабатына осылай жасап шығасыздар. Бетіне корждарымызды қойып, торттарымызды құрастырып алатын боламыз. Ортасына кремімізді жағып.
қалғанын барлығын дәл осылай қайталайсыздар. Мінекей достар, ендігі бізде ганажына осы шоколадымызбен 50 грамм шоколадпен 50 грамм сары майымызды араластырып алатын боламыз водяной ваняда. Мінекей мен барлық тортымды құрастырдым, үстіне шоколадымды құйып шықтым. Достар, мен үйдегі бар жеміс жидектермен әсемдеп шықтым. Менің тортым өте дәмді, керемет болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, сіздер жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.